Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде халықтың тұрмысын жақсартуға маңыз берілді. Соның ішінде әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы отбасыларға, жалғыз басты аналарға жан-жақты жағдай жасалмақ. Жетекші партия көтерген әлеуметтік бастамаларды түсіндіру мақсатында өңірге Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Ерболат Мұқаев пен Нариман Төреғалиев келді. Кеше халық қалаулылары Теректі ауданының жұртшылығымен жүздесті. Қос сенатор Аңқаты мен Шаған ауылдарында болып, тұрғындармен жүздесті. Съезде айтылған мақсат міндеттерге тоқталып, маңызына мән берді. Атап айтқанда, тұрмысы төмен, көп балалы және мүгедек жеткіншек тәрбиелеп отырған жанұяларға жан-жақты қолдау көрсетіледі. Депутаттардың сөзінше, қазірдің өзінде бағдарламалар әзірленіп, елбасы тапсырмасын іске асырудың жолдары нақтыланды. Осы орайда кездесуде тұрғындар өздерін толғандырған мәселелер бойынша сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарын алды. Кейін сенаторлар аудандағы денсаулық сақтау, білім беру нысандарының жұмысымен танысты. Міне бүгінгі күні осы Шаған ауылына осы елбасы айтып өткен шараларды қолдау мақсатында және іске асыру мақсатында парламенттің сенат депутаттары келіп, елмен қоян-қолтық сөйлесіп, түрлі іс-шараларға тоқталып өтті.